Сәлем достар, сіздермен бірге кино бар арнасы. Біз бүгін қауіпті бұрылыс 3 фильміне киношолу жасаймыз. Кино басында түрменшіктердің түрмеден қашуды жоспарлап тұрған жерінен басталады. Оны біліп қойған түрме басшысы Нейт атты офицерді шақырып, қауіпті қылмыскерлерді басқа отделениеге ауыстырамыз, оларды өзің алып барасың деп тапсырма береді. Нейт қасына 2 офицерді ертіп, 5 қылмыскермен жолға шығады. Олар жолда келе жатқанда артынан бір машина соғады. Офицерлер оларды қылмыскерлердің құтқаруға келген адамдар деп жылдамдықты асыра бастайды. Сөйтсе бұлар мутанттар екен. Олар автобустың алдына түсіп, дөңгелегіне сым орап оны жарады. Автобус тепе-теңдікті басқара алмай жолдан шығып аударылады. Нейт барлық қылмыскерлерді сыртқа шығарып жатады. Сол кезде қылмыскерлердің бастығы Чарльз шынжырды босат деп Нейт пен Уолтерді кепілдікке алады. Олардың автобустары жарылып, сет ұстайтын жер іздей бастайды. Жолда келе жатқанда оларға бір қыз кездесіп, «Біз достарымызбен қайықпен пикникке шыққанбыз. Біреу менің достарымды өлтірді. Олар адам жейді» дегенде бәрі күле бастайды. Чарльз бізді сол қайғыңа апарасың деп қызды өзімен алып кетеді. Жолдан аударылған тағы бір машинаны тауып алады. Машина толған ақшалар екен. Чарльз әр қайсысын 2 сумкадан алып, «Жүріңдер» дегенде, Уолтер мен көтермеймін дейді. Сол үшін оны атып өлтіреді. Оларға мутанттың баласы шабуыл жасағанда, оны атып басын ағашқа қадап кетеді. Жолдан қыздың қайығына жолығады. Ол 2 адамға арналған екен. Барлығы сөзге келе бастағанда, Нейт қайықты жарып, «Жаяу жүреміз» дейді. Чарльз ашуланып, Нейтті соққыға алады. «Егер өмір сүргің келсе, мені мына жерден алып шығасың» деп талап қояды. Орман ішімен келе жатып, ілулі тұрған кісеннің кілтін көреді. Чарльз тартып қалғанда қасындағы қылмыскер итеріп жіберіп, оны балта шауып түседі. Жолдан шатырды көріп, сол жерден шынжырларын шешіп алады. Одан ары қарай жүріп келе жатырған жерде мутанттың көлігін көріп, Крофа деген машина ұрлап түрмеге түскен балаға «Чарльз, мына көлікті оталдыра аласың ба?» дейді. Еш қиындығы жоқ деп бара жатқанда, мутант темірді көтеріп қалып, жігітті темірмен орап алып кетеді. Чарльз Нейтке «Сен бұл жерді жақсы білесің, тез бізді бұл жерден алып шық» деп талап қояды. Нейттен хабар болмағасын, оны іздеп шериф Карвер жолға шығады. Ол жолдан автобустың аударылғанын көріп, рациямен көмек шақырады. Нейт қылмыскерлерді ертіп рациясы бар мұнараға алып келсе, мутанттар ол жерді өртеп жіберген екен. Чарльз Нейтке «Сен менің ығырымды шығардың» деп басынан атқалы тұрғанда, шериф Карвер итімен бірге келіп, оны құтқарып қалады. Шериф оларды машинасына қарай алып бара жатқанда, мутант ағаш басынан шерифтің басына ағаш тастап, оны өлтіріп тастайды. Жолдан олар тағы мутанттың көлігін көріп, «Саған не керек жарымес» деп, Чарльз қызды мутантқа қарай итеріп, «Бар» деп оны мылтықпен қорқытады. Артынан мутант келіп, қызды өзімен алып кетеді. Нейт қызды құтқаруымыз керек дегенде, Чарльз «Бізді алып шық» дейді. Нейт «Жоқ» деген кезде, ол Нейттің басына тапаншаны тақап атпақшы болады. Сол кезде артынан Брэндон атты қылмыскер ұрып, оны талдырып тастайды. Солай екеуі 2 жаққа бөлініп кетеді. Чарльз есін жинап келе жатқанда, алдынан мутант шығып, екеуі қырыла кетеді. Солай соңында мутант жеңіп, Чарльзды жоғарыға байлап, оның миын жейді. Мына жақта шерифтің иті Нейтке көмектесіп, олар мутанттың үйін тауып алады. Ішке кіріп, Алексті босатып шыға бергенде, артынан мутант шабуылдайды. Олар біраз қырылғаннан кейін қыз мутанттың ішіне ағаш тығып, оны құлатады. Нейт пен Алекс мутанттың машинасына мініп кетіп бара жатқанда, алдынан мутант шығып,
олардың төбесіне шығып алып балталай бастайды. Солай олар жолдан шығып кетіп талға барып соғылады. Брэндон келіп екеуін де машинадан шығарып алады. Артынан мутант қайта шабуыл жасағанда, Нейт оның басына темір тығып машинаның үстіне лақтырады. Олар кетіп бара жатқанда машина жарылады. Нейт Брэндонге «Сен де өлгендердің тізіміндесің» деп оны бостандыққа жібереді. Оларға полицейлер көмекке келіп алып кетеді. Кино соңында Нейт ақшаларды санап тұрған жерде артынан Брэндон келіп садақпен атады. Ол оған «Мен саған айттым ғой, қылмыскерлерге сенбе» деп ақшаларды алып тұрған кезде оның артынан тағы бір балтамен біреу келеді. Солай фильм аяқталады. Егер кино ұнаса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.